биін билеу әрине оңай емес. Сәлем достар, сіздермен мен Есе қызы Нәзерке. Бүгінгі сабағымыз жігіттерге, дәл өздеріңізге арналады. Себебі бүгін ер жігіттердің аяқ, қол қимылдарын сіздерге көрсетеміз. Қазіргі таңда ер азамат биші дегенді естіген адамдардың ойына, көз алдына басқа көрініс келеді. Не екенін білмей, бірақ ер азаматтардың билеуі кәдімгі қазақтың батырларының қамшымен билеуін көрсету ғой. Кезінде ата-бабаларымыз, аталарымыз, ағаларымыз, батырларымыз атпен шауып жүрген көріністен пайда болған қимыл қамшы. Кәнекей онда қамшы қимылының орындалуын көрейік. Кеттік. Бүгінгі біздің тоқтала ететін қимылдарымыздың бірі шаршы және үшкір қимылы. Шаршы үшкір қимылының атауын естігенде көз алдарыңызға кәдімгідей шаршыға ұқсас, үшкірге ұқсас бір заттар көз алдарыңызға келген шығар. Шаршы қимылын қолымызда шаршы тәріздес ұстау арқылы, мінекей қараңыздар, жоғарыға, төменге, ал үшкір қимылы қолымызды айқастыра арқылы орындалатын қимыл. Міне. Енді осы қимылдарды біздің жігіттеріміздің орындауында қабыл алыңыздар. Кеттік. Ежелде ата-бабаларымыз суға, күнге, отқа табынған. Тасқа таңба қалдыру арқылы деректер осы күнге дейін жетіп отыр. Соның бір дәлелі 5 саусақ қимылы. Онда көрейік. Қазақ жігіттері 8 қырлы, 1 сырлы. Бүгінгі жігіттеріміздің сіздерге көрсеткен сабағы ұнады деген ойдамыз. Келесі сабақта кездескенше сіздермен болған мен Есе қызы Нәзерке. Сау болыңыздар.